туризм және қонақжайлық индустриясы колледжі, пән өндірістік оқыту, мамандық нан пісіру, макарон және кондитерлік өндірісі, біліктілік кондитер, бірінші курс, өндірістік оқыту шебері Атежанова Айнұр Сапаргалиевна. Кәсіби модуль 01 өндірістік жұмыстарды қауіпсіз жүргізу. Тақырыбы электр плитасымен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасын қамтамасыз етеді. Сабақ мақсаты 100% білім алушылар электр плитасын пайдалану кезінде техника қауіпсіздігін біледі және тәжірибеде қолданады. Күтілетін нәтиже: кондитер цехында жұмыс орнын ұйымдастыра алады, хасп талаптарына сәйкес техника қауіпсіздігін сақтай біледі, электр плитасын қолдануды біледі, санитарлық талаптарды орындай алады, жеке бас гигиенаны сақтай біледі. Жұмыс орындарын жоспарлауды әзірлеу кезінде бір қатар қағидаларын есепке алу қажет. Технологиялық үрдісті орындау реттелігін ескере отырып, жұмыс орындарын орналастыру. Бірыңғай технологиялық операцияларды орындайтын жұмыс орындарын технологиялық жолдарға жинақтау. Жұмыс барысында мүмкіндікті қамтамасыз етіп, басқару құралдарын пайдалану. Хасп талаптарына сәйкес санитарлық ережелерді, қауіпсіздік және еңбек гигиенасы талаптарын орындау. Үш тілді кіріктіре отыра, осы қазақ тілінде электр плитасы, орыс тілінде электрическая плита, ағылшын тілінде электрик күйке деп айтуға болады. Электр плитасында жұмыс істеу техника қауіпсіздігі. Жұмыс бастамас бұрын электроплитаның санитарлық жағдайын, жерге орналасып бекітілуін тексеріп аламыз. Плитаның беті тегіс, сынық болмауы керек. Бұрайтын бұрандалары өшірілген күйде болған жөн. Қолданатын шыны ыдыстарымыздың табаны тегіс, қалың болу қажет. Электроплитасын қосылған күйде қараусыз қалдыруға болмайды. Жұмыс аяқталғаннан кейін өшіріп, толығымен салқындатып, алдыңғы сүлгімен сүртіп алып, жұмыс орнымызды ретке келтіреміз. Сіздерге шығу парағы берілген. Яғни бұл жерде сіздер неге үйрендім, сұрақ, пікір, осы үш сұраққа жауап бере аласыздар. Сіздерге үй жұмысы білім платформасына жіберіледі. Яғни сіздер үй жұмысында электр плитасының қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық картасын құрастырып, соны сіздер өткізулеріңіз қажет.